бүгінгі сабағымыздың тақырыбы оқшаулау жұмыстары. Біз енді оқшаулау жұмыстары дегеніміз үйде салғанда немесе салынған үйлерде біз судан, жылудан, дыбыстан, қар изоляциясы будан оқшаулау жұмыстарын жүргізуіміз керек. Көп жағдайда бұл жаңағы радиоактивті оқшаулау және коррозияға қарсы жұмыстары көп жағдайда жүргізілмейді. Ортада осы оқшаулау жұмыстарының қасына бұл жұмыстар кіреді. Келесі оқшаулау жұмыстары түрлеріне айта кетсек, жылу оқшаулау дейміз. Жылу оқшаулау дегеніміз, яғни температураға байланысты тыстағы салқын, яғни аяз күндері сол ауаның үйге енуінен қорғауға бізде ғимаратымызды жылу оқшаулауымыз керек. Жалпы үйді салғанда бізде үйдің қабырғасы және де төбеміз бар, крышамыз бар, осылардың бәрі бізді негізінен сыртқы ортаның әсерінен, яғни жаңбырдан, қардан қорғайды ғой. Немесе жаңағы специальный сол конструкцияларымыз бар, біздің қорғайды, бірақ ол жеткіліксіз. Өйткені сол конструкциялар ұзақ мерзімді болу үшін, яғни қабырғамыз немесе төбеміз ұзақ мерзімді болу үшін, осы жаңағы жылу оқшаулағыш немесе гидрооқшаулағыш материалдардың біз міндетті конструкцияларын қаптау арқылы немесе шатыр жұмыстарына шатырға төсеу арқылы біз жаңағы сол бізді қорғап тұрған конструкцияны қорғауымыз қажет. Сондықтан мысалы жылу оқшаулағыш, жылу оқшаулау дегенде мен сізге жаңа айттым, жылу оқшаулағыштың жаңағы түрлерін ажыратуға болады. Ең жылу оқшаулағыш материалдардың қасиеттеріне жататын ол бірінші теплопроводный жылу өткізгіштік қасиеті. Жылу өткізгіштік қасиеті бұл жаңағы жылу оқшаулаудың ең басты қасиеті, сапасы болып табылады. Есебінің сақталғанда ең теплопроводность ол ең жылу оқшаулау материалының ең бірінші сапасы, қойылатын сапасы. Сондықтан да жаңағы жылу оқшаулау материалының жылу өткізгіштік коэффициенті ол 0,4, 0,6 ватт бөлінген метр секундтен 0,4 пен 0,6 аралығында оны асырмау керек. Теплопроводный материалдар. Екінші, жылу оқшаулайтын материалдың екінші қасиеті ол өртенбеушілігі. Ол енді тез тұтанып кететін болса, бізде ол жаңағы ғимаратымызды түгел үйіміздің бәрін өртеп жіберетін жаңағы горючий теплоизоляция дейді, яғни не горючий. Өртеңдікті жанбайтын. Сондықтан да үшінші қасиеті ол парофильтрация. Жылу оқшаулағыш материалдардың өзі бұл өткізгіштік болу керек. Өйткені жаңағы материалдың өзі демалу керек қой бізге, мысалға материал конструкциямызды төбемізде жоқ тырса көреміз, ол материалымыз демалу керек. Сондықтан да ол еркін түрде жаңағы су буын өз буынына өткізу керек. Егер де жаңағы біздің жылытқыш материалымыз қаптаған немесе төбеден жатқызылған немесе іргетасқа қойылған жылу оқшаулағыш материалымыз сіңіріп алатын болса бойына, онда оның жаңағы қасиетті сапасы күрт төмендесе, ол жылу оқшаулағыш функцияларын атқармайды. Сондықтан да ол жаңағы парофильтрация дейді. Яғни бұл өткізгіштік болу керек. Сол материалдардың екінші ол плотность, яғни тығыздығына байланысты. Біз қабырғаны немесе шатырды жапқан кезде оның жаңағы қалыңдығына қарауымыз керек. Ол 185-200 килограмм бөлінген метрден аспау керек, аспау керек. Ол жаңағы немесе конструкцияға немесе шатырға қосымша нагрузка, яғни жүк тиеді, біздің конструкциямыздың құлауына немесе қирауына әкеліп соғады. Екінші водостойкость, суға төзімді болу керек. Сосын гидрофобность. Оқшаулаудың гидрофобность деген гидрофобизация деген жылу оқшаулаушылардың қасиеті гидрофобность. Гидрофобизация дегеніміз, сіз интернетте оқып қарасаңдар, ол водоотталкивающий қасиеті, яғни өзіне суды өзіне итеу қасиеті. Осы қасиетті жылу оқшаулағыш материалда болу керек. Даусың естіліп жатыр ма?
Дауысым естіледі ма? Нормально. Нормально. Так, сонда жаңағы осы экологичность тағы бір қасиеті ол шолуға қойылатын ол экологичность, яғни біз көп жағдайда үйде немесе ғимаратта кеңседе отырғанда көп жағдайда ғимараттың ішінде отырамыз, ол далада отырмаймыз. сондықтан да ол экологичность, яғни биологиялық таза болу керек және бұдан біздер жаңағы қол жеткізуге неміз болмау керек. Бізге әсерін тигізбеу керек қой, жаңағы химиялық немесе жаңағы тағы да бір болады ғой адамды бөлінісі жаңағы не шығарып құтыратын немесе сізді оның биологиялық таза құрамын кетеміз. Осы жаңағы осы практикада бізде жылу оқшаулау жұмыстардың негізінде үш түрге бөліп қарастыруға болады. Ол жаңағы органикалық, бейорганикалық, неорганикалық және аралас сынашылығы. Жаңағы органикалық дегенде ол жаңағы пенопласттарды жатады. Органикалық заттарға мысалға пенополистирол. Пенополистирол дегеніміз ол кәдімгі пенопласттар ғой. Күнде көрсетілген ғой, холодильниктің жанында да тұрады. Ол пенопластты біз көбіне үйге киетін қаптаймыз да, например. Вот осы жаңағы органикалық жұмыстарға жатады. Пенопласт яғни пенополистирол жатамыз. Ол жаңағы оның ең басты кемшілігі недостаток дейді ғой. Оның жаңағы низкоэмиссия, яғни өртке қарсы тұру қаупі өте қарсы тұру несі шамалы. Өйткені бұл жанса жылдам жанып кетеді жаңағы пенопласт. Екінші сондай сияқты материалдар жатады да, мысалы пенопласт, пенополистирол ал енді неорганикалық материалдардан біздің жаңағы қолданатын минеральный вата, естественно, вата ол жаңағы төбеге естественно төбедегі салқын жаңағы жылы ауа осы жаңағы минвата төбеге беріледі және жаңағы қабырғаларға да сол минватаны қаптайды. Жаңағы легкий чистый бетон неорганикалық яғни ұялы немесе жеңіл бетон үй салыватыр қазір мысалы газды бетон, газды силикаттар, міне бәрі неорганикалық пеностекло дейміз. Пеностекло дейміз яғни шыны әйнек, кубик шыны дейміз, кубик шыны. Бізде ол жаңағы употребление осы пеностеклоны біз күнде бір пеностекло шығарып пеностекло дегеніміз самый қазіргі ең энерготиімділігі еще энергия энергиямызды екі балаға шығарып дейді ғой. Мысалға үйдің іші мысалға қабырғалары бұрын жылу оқшауланбаған. Біз әйелдер жаңағы паровойный саламыз, ол деген қатты кетеді да, осының бәріне бізде энергия кетеді. Сондықтан сол энергияны далаға шығару үшін энергия тиімді материалмен біз ғимаратымызды үнемді қаптауымыз керек. Пеностекло деп айтып жатырмын, жаңа ол кубик шыны, яғни шыныны кубикпен берген қалай бір плитка шығаруда, мысалға одан үлкен жаңағы ылғи формаларға әйнегімізді саламыз да, соны кубикпен беріп арқылы бізде ол 3 сағатта пісіп шығады. 950 градуста пісіп шығады. Содан біз пеностекло аламыз. Ол пеностекло алғанда өте жаңағы қолды кесетін сақтық шараларын ұйымдастыруымыз қажет. Сондықтан оны алғанда қолды кесіп адамға мүмкін. Сондықтан жаңағы пеностеклоны блок беруге қаптауға алады, немесе кірпіш, яғни кірпіш етіп параметрс арқылы мен осы пеностеклоны бұл жолашмасынан болады. Жаңағы шыны талшықтан қолданылған осылардың бәрі неорганикалық. Енді смешанный дейміз, онда жаңағы асбест дейміз, асбестті картондар, аралас аралас асбестті картон дейміз,
asbest, modules, capabilities, осы жаңағы вермикулит, кевмит, жаңағы тау жыныстарының спичнес удобных параметров за тау жыныстарын перебалқа алынатын заттар осы смешанный енді мына жерде мен лекция бойынша жылу оқшаулағыш жылу оқшаулағыш ол секторда кейбір маған деген сірестің ішінде практиканың ішінде аспектілік анықтама беріп кетті менің лекциямда кері өзіне көшіріп қоюдың қажеті жоқ деп концентрация түрі болсын жаңағы материалды түрлеріне не жарамды немесіне үшін сондықтан келесі математикалық түрі жаңағы ол сыртқы жағуға арналған ғой яғни көбінесе жаңағы ғимараттың ең бірінші салған кезде біз оны жаңағы іргетасынан бастаймыз ғой іргетасын біз жылу оқшаулауымыз керек гидравлық соңынан ғимаратымыздың қабырғасында не оқшаулауымыз керек мастикалық бұл жағылмалы конференция келесі құйып жасалған жылу оқшаулағыш ол жаңағы құйып жасалатын жылу оқшаулағыш қоршалатын деп жатамыз обволакивающий шина ол жаңағы біздің материалымыздың мысалы трубаны дымақ болса да мысалы орау қоршау арқылы мысалы стеклоға трубаны қоршаған келесі көсемелі жаңа айтсам пирамид деген ол жаңағы скучный ол жаңағы бізде пирамид мысалы ағаш опилкада опилкаларды көбейіп кетесің жаңағы сақындап кетпес үшін осы жұмыстарды қолданамыз жаңағы құрамы бұйымдар дейді ол жаңағы шыны мақтаның ең алдына тепловта мысалы қазіргі жылу оқшаулайтын теплов жатамыз ол жаңағы бүйден кетіп жатады стяжканың бір жағы пайда тұрады да екінші жағы жаңағы ақ көбіктен жұмсақ оқшаулау жұмыстарында гидроизоляцияны жасаймыз міне осылардың бәрін сендер жаттап алыңдар ертең үйден тоқтап отырмаңдар мына ең самый оқшаулаудың келесі су оқшаулау мысалға оқшаулаған кезде бізде мысалға ғимараттың саламыз салғанда біз мысалға білмейміз оның астынан жер асты көтерілу шамасын аламыз да сол салатын ғимаратымызды территориясын ағаштардан тазартамыз да бұл жерге тамбовка жасап бізде салып тастаймыз да оның мысалы жер асты көтерілуін біз оны қарамаймыз да кейбіреулер сондықтан да оған міндетті түрде бөлуіміз керек жаңағы бізде астында жер асты деңгейін жоғарыға көтермей төменге қарай түсіріп специально дренажды қолданамыз дренаж дегеніміз біреуін білсеңдер біреуін білмейсіңдер дренаж дегеніміз ол жаңағы жер асты суының специально бірде бір жарым метр жер қазылып суға қондырылады да сондағы жаңағы су көтерілгенде сол субаға жиналып басқа жаққа ағызып жібереді дренажды қолданады бізде мысалға іргетасты жасырамыз кезде іргетасымызды салдық фундаментімізді бірден біз оны міндетті түрде гидроқшаулауымыз керек өйткені жаңағы топырағымыздың өзі қойылады ғой сондықтан жаңағы подвалымыз немесе сразу
көп өнер тарихында олардың бәрі ылғалданып бізде теріске болғанда ол өздері яғни температура влажностьпен жүргенде бізде физикалық сондықтан да міндетті түрде кейбір келесі бір оқшаулауды түріне айтып кетемін. Жаңа жылу оқшаулауды айтып кеткенде сонда жылудың қажеті кетеді. Жылу оқшаулау материалында көп жағдайда дымақ өтеді, қабырға кетеді, еденнен кетеді, тереземен есіктен кетеді, және фундаменттен қолдан кетеді. Көп жағдайда жұмыс біз кейбір оқшаулауды түрлерін су оқшаулау. Гидрооқшаулау дегеніміз ол жаңағы бізде түрлері жағылмалы, желімделетін гидроқшаулау. Одан кейін жаңағы шашылатын яғни сіңдірмелі проникающий гидроқшаулау және олардан жағылмалы гидроқшаулау қалыңдығы 2 миллиметрден 5 миллиметр 2 миллиметрден 5-6 сантиметрге дейінгі бір компоненті немесе екі компонентті серпімді қосылыстары бар мастикпен жағу бетке жағу арқылы ол жаңағы ғимараттың сыртқы оқшаулауында қолданылады. Ғимараттың сыртқы оқшаулауында жалпы тұрғыда жағылмалы гидроқшаулаушы материалына ол жаңағы бетке қара смоланы жағады, фундамент тұрғысында су оқшаулауды сырттан қара смоланы жағамыз. Оның сыртынан жаңағы қара қағазды күйдіру арқылы жабыстыруға гидроқшаулаудың самый ең жақсы түрі қара пластика смоланы жағамызда ол қара қағазды күйдіру арқылы жабыстырады. Және осы жағылмалы бетонның құрамында бетон бар барлық материалдарды айтамыз жағылмалы. Оның артықшылығы бетонның жағылмалы гидроқшаулаудың оның арзандылығында. Ал кемшілігі ол бетонның 0 градустан төмен температурада болып келеді. Және ол синтетикалық жоғалтады. Жаңағы бетоннан гидроқшаулау жарамдылық мерзімі ол 5-6 жыл болады. Осы қара сақтан бетонның бұл жағдайда ол ыстық сезімдерді қатты қалай болса, қатты болса, ол Әсет, микрофоныңызды өшірші. 3-4 жылдан кейінге ол жаңағы пайдасыз болуы мүмкін. Әсет, гитару бери. Жаңағы жағылмалы гидроқшаулаудың жұмысы жүргізілмес бұрын біздің жағылатын бетіміз құрғақ болуы керек. Еще ауа райы жаңағы жаңбырлы күндері бізде жағылатын бетіміз бетон да құрғақ болу керек, ауа райына байланысты, яғни күн жақсы екінші ол желімделетін гидроқшаулау. Желімделетін қара қағазымызды айтамыз. Негізінен оған рулонды материалдар жатамыз. Қара қағаздар, негізінде біз желімдеу арқылы жүргіземіз. Көп жағдайда ол материалдар 2-ден немесе 5 сағатқа шейін жабыстыру керек. Осы жаңа желімделетін гидроқшаулау 2 яғни 5 ай аралығында гидроқшаулауымызды үшін осы 2 немесе 5 күн арасында жабыстыруымыз керек. Келесі осынаған полимерлі қоспасы бар заманауи материалдар өзінің рудимент материалдарын қарағанда берік және шүрекке яғни біздің жаңағы қара қағазымыз ол біздің рудиментті бетон мастикінің сыртына рудиментті желімдеу арқылы немесе күйдіру арқылы жабыстырамыз. Міне осы жаңағы желімделетін гидроқшаулаушы материалдардың артықшылығы ол бетонға, металл болсын, ағаш болсын, оның сыртына ол қалған сыртына біз желімдей береміз, жабыстыра береміз. Бұл жағдайда ол жаңағы тағы да бір артықшылығы ол жаңағы материалдар агрессивті ортаға
төзімді болып келеді және су өткізбейтін және өте үнемді материал болып келеді. Оның артықшылығы осы да айырылып кемшілігі ол осындай монтаждау жұмыстары бізде 10 градустан төмен болмау керек. Осы жұмыстарды жүргізген кезде 10 градустан төмен болмауы керек. Жаңағы қаптау механикалық қаптау жұмыстары, яғни өте жеңілдету жұмыстары жүргізген кезде жүктемелердің немесе өткір заттардың әсерінен бұзылуы мүмкін сондықтан да біздің осы желімдейтін материалымызды өзімізге қорғауымыз қажет. Желімдеу кезінде бетонның беті жаңағы құрғақ болу керек. Үшінші ол жаңағы айтқанымыз бізге боялатын окрасочная окрасочный қазіргі түрлерін мысалға жинақы бөлінетін қазір сэндвич панельдерді бұрынғы жағдайдан краскілеген ғой, окрасочный гидрокласс ол неге көп жағдайда жаңағы журнал қабырғаға ерімеуін қорғайтын бізде окрасочный гидрокласс қолданған. Ол жаңағы 3-6 мм қабатта жағылады, яғни бір қабат біткеннен кейін екінші, үшінші қабатымыз